Жасым 20-да. Сұлу пәк қызбын. Бірақ мен қазір жалғыз анамнан басқа ешкімге керек емеспін. Осыдан 2 жыл бұрын құрбы қызбен еріп туған күн кешіне бардым. Сол кеште құрбым мені жігітінің досымен оңаша квартираға қалдырып кетті. Ол жігіт қызумас еді. Мен үйден шығып кетпекші болып едім. Мені жібермей ұстап қалды. Біраз отырған соң құшақтап, қолын жүгіртіп, мені күштеп зорламақшы болды. Мен жанталасып, оның қарулы қолынан сытылып шығып, есікке келдім. Есікті бекітіп тастапты, аша алмадым. Ол менің артымнан асықпай келіп, мені мазақ еткендей, қалтасынан есіктің кілтін алып шығып, көрсетіп күліп тұр. Мен оған жалынып, өзіме тиіспеуін өтіндім. Бірақ ол көзі қызарып, менің қарсыласқаныма қарамады. Шашымнан сүйреп төсекке әкеліп, киімдерімді жырта бастады. Мен әлгі жігіттің қолын қашып тістеп алдым. Ол ойбай салып, мені қарулы қолынан жібере салды. Мен бөлменің ашық тұрған терезесінен өткен-кеткендерден араша сұрап айқайға бастым. Үсті басым алба-жұлба жыртылған. Кеш батып бара жатқан мезгіл еді. Құтқарыңдар, көмектесіңдер деп айқайға бастым. Өтіп бара жатқан кісілер аңтарылып маған қарайды да өтіп кетеді. Олар мені ішіп алған мас, немесе наркоман деп ойлаған болар. Маған ешкім көмекке келмеді. Салдақы жезөкше деп тістеніп, түрі сұп-сұр болып бозарып кеткен жігіт маған қарай төніп келеді. Біреулер құтқарып қалар деген үмітті де жоғалттым. Басқа амалым қалмады. Зорланғанша терезеден секіріп өлгенім жақсы, деп ойладым да 5-ші қабаттан секіріп кеттім. Мен ағаштардың үстінен тілім-тілім болып жерге құладым. Әрі қарай ештеңе есімде жоқ. Есімді жисам, анам қасымда отыр екен. Мен 2 күн комада жатқан екенмін. Есімді жиғанда анам қатты қуанып жылап жіберді. Полициялар мені мән-жайды сұрай бастады. Мен өз білетінімді айттым. Көп ұзамай мені зорламақ болған жігіт ұсталды. Ол бұрын қыз зорлап түрмеде отырып шыққан екен. Мен содан бері 2 аяқтан жүре алмай мүгедек болып қалдым. Ота жасатуға анамның шамасы келмеді. Анам мейрамханада ыдыс жуушы болып жұмыс істейді. Жүре алмай мүгедек болып қалғаннан бері кімнің кім екені белгілі болды. 2 жыл жүріп, сөз байласқан сүйген жігітім мүгедек болып қалғаннан бері менен суи бастады. Бір күні сүйген жігітім келіп, анасының мүгедек қызға үйленетініне қарсы екенін айтып, кешір, арамызда осымен бәрі бітсін деп кете барды. Құрбыларым да менен алыстап кеткен. Әрине, олар мендей мүгедек құрбыны қайтсын. Менің қасымда жүруге ұялатын сияқты. Уақыт өте менімен араласуды да қойған. Қиналған кезде тек жалғыз анам ғана қасымнан табылды. Маған деген анамның махаббаты өзгерген жоқ. Жұмыстан шаршап келсе де, менің жағдайымды жасай бастайды. Қазір сол кезде арымды сақтаймын деп терезеден секіргеніме қатты өкінемін. Секіріп кетпегенде мүгедек болмас едім ғой. Қазір мүгедекпін. Анамнан басқа ешкімге керек емеспін. Анамның басына масыл болып, отырғанымнан басқа еш бітірерім жоқ. Сұлулығым мен пәктігімнен не пайда? Сол кезде аяғымды емес, арымды жоғалтуым керек еді. Тесік моншақ жерде қалмайды дейді. Мүмкін мен де өз теңімді тауып, бақытты болып кетер ме едім, деп мүгедек қыз терең бір күрсініп, терезеден алысқа көз салып, үндемей отырып қалды.